Бүгін өте дәмді рогалики самса дайындаймыз. Үгілмелі және ашытылған қамырдан жасалады. YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, все деп таңдап қойыңыздар. Келесі жаңа видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Самсаның қамырына кірсеміз, бөлме температурасындағы сармайды ұнға ұнатта отырып үккіштен өткіземіз. Крошка жасап аламыз. Оған 2 жұмыртқа мен 1 жұмыртқаның сары уызын қосып, қант қосамыз. Мен қамыс қанттан қостым, кез келген қант қоссаңыз болады. Және ашытқы, басқа жеріне тұз қосып, үстіне жылы сүт құйып, қамыр илейміз. Илеп болған қамырды пакетке салып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ұсақ кубик етіп туралған пияз бен сиырдың фаршына тұз, бұрыш, сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Егер сіздің фаршыңыз майлы болса, сұйық майдың қажеті жоқ. Сұйық майдың орнына құйрық май қоссаңыздар болады. Салмамыз мінекей дайын. Тоңазытқыштан шыққан қамырды теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Қалған 2 бөлігін пакетке сала тұрып, ұн себе отырып, қамырды жаямыз. Жұқалау етіп жайып болғаннан соң, қамырды 8 бөлікке бөлеміз. Әр қайсына фарш салып аламыз. Видеодағыдай етіп, рогалики қамыры секілді ораймыз. Пергамент төселген табамызға салып, бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып болғаннан соң, көкнәр сеуіп шықтым. Өзіңізге ұнаған дәнек сепсеңіз болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіресіздер. Әр пеш әртүрлі болғандықтан өз пешіңіздің ыңғайына қарап пісіресіздер. Мінекей самсамыз дайын, өте дәмді болып шығады. Барлығын жасап көріңіздер. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып, все деп таңдап қойыңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.